Облыс орталығы аумағында күн санап қоқыс қаптап барады. Себеп тараздық тұрғындар мен аудандағы ағайындар қалдықтарын арнайы полигонға апаруды ұмыт қалдырған. Ережені елемеген ел қаланы қоқысқа толтырып, тіпті зиянды қалдықтарды өртеп жатыр екен. Бұл туралы облыстық экология департаменті мен телеарна тілшілері жүргізген рейд жұмыстарында белгілі болды. Шерхан Абзалының материалын көріңіз, ой түйіңіз. Байзақ ауданына қарасты Құмжот ауылының маңы. Мұнда малдың терісі, құрылыс пен түрлі тұрмыстық қалдықтар жайрап жатыр. Департамент бас маманы біз тек алдын алу жұмысын жүргіземіз деп шектелді. Жауапты банағы ауданға қарасты болса, ауданның ЖХ бөлімі. Қалаға қатысты болса, қаланың бана әкімшіліктері ЖХ бөлімі. Аудандарды былай қойып, аймағайна саналатын шаһардың өзі шашылып жатыр. Мәселен, мына Мәмбет Батыр көшесіндегі базар жанына бардық. Сауда орнының сыртына шыққан қалдықтар қас қарайысы мен қызыл жалынға оранады екен. 17 шілде 2021 жыл. Күніге осылай өртенеді. Ауыл Береке базары маңындағы Бек Саруа сауда орталығы. Темір жолға тиіп тұрған қоқыс орын өртенгенін көзімен көрген бас маман қызыл жалыннан келер қауіп көп дейді. Бұл жер банаға өрт қауіпсіздігіне де әкеп соғуы мүмкін. Одан бөлек мынау үстімізде үлкен вольттық банаға сым тартылған, высоковольтный линия дейді. Оған да банаға оттың жалыны жетер-жетпес мысалға. Көлен шаһар жауһарының бірі тектұрмас этно-тарихи кешені. Көздің жауын алатын нысан көпшіліктің көп баратын жері. Алайда айналасындағы тазалыққа таң қалмаңыз. Ал бұл келбеті келіскен жасыл қала аталатын шаһарымыздың екінші бейнесі. Қаламыздың іші бүтін болып көрінгенмен сырты түтін. Қаладан сәл ілгерірек жүре қалсақ, осындай қоқысқа толы лас орындарға жолығамыз. Ал бұл орындарға қарасақ, жауаптылар бұл мәселенің алдын алмай келетқан секілді. Шаһарда шашылған қалдықтарға жауаптан іздеп, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бардық. Жауапты жауабын беріп қана қоймай, ертең ретке келеді деп уәде етті. Ол жерде ол базардың қасында айтып тұрсыз ғой. Ол жерде қазір экологиялық полицияға хат жолданатын болады. Қолға аламыз ол жерде. Тұрмас шақтағы мусор бойынша қазіргі таңда тапсырыс беріліп қойды ол жерде жасыл тараз мекемесіне. Шамамен қанша уақытта ретке келеді? Ертең тазаланды. Кешеннің ластануын алдын алу үшін жауаптылар осыдан 2 жыл бұрын мына бір тақтайшаны орнатып беріпті. Алайда 2 жылдан кейін ескіріп, жазуы да жойылып кетіпті. Тектұрмас этно-тарихи мәдени кешенінің қасында орналасқан мына бір бос тақтайшаға аза болса өз үлесіміз қосайын деп тұрғындарға ескертуімізді қалдыра кетуді жөн көрдік. Ал жауаптылар бұл мәселенің алдын алады деген үмітімізді үзбейміз. Шерхан Абзалұлы, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.